Ал пәтерде жүреді әңгімесінде де жалпы басып кеткелер пәтер иесінен сыйыспады. Пәтерде қарапайым өмір сүру үшін жағдайлар да болмады. Себебі бір бөлмеге өте көп адам тұрды. Енді ал бірінші өмірзай романында жалпы сол өздері тұрған пәтердің ауласы да өте нашар болатын. Себебі төбелестер көп болатын, өте қауіпті аула болатын. Тағы да шеттермен қайын салыстырып. Жанр қандай? Бірінші өмірзай қандай еді? Алда? Айырмашылығы бар ма? Ұқсастық қандай болады? Екеуі де епістік жанрда жатады, иә? Бірақ анау кең көлемді, орта көлемді, шағын көлемді дейді. Өмірзайы шағын көлемді епістік жанры. Ал мынау? Не жоқ болды, келесі жоқ болды, шаңырдақ болды, шашақ тұрды, өзге жоқ болды. Жасам. Қандай бейнелеген сол ішіндегі? Өзекті қалай бейнелеген? Там сцена как-то. Елені басқан кезде шам кетмесе, давай. Бір алып кетті, шам кетті, порт деп шейт кетті. Төсектің үстінде ескі матрас. Конференция жасалады. Алмас жоқ. Конференция салды сәнді. Адат алмас. Шығарманың басталуы пәтер делінген жас отбасы, шығарманың дамуы отбасының алданып қалуы, шығарманың байланысы барахолка жанындағы пәтерге тұруы, келуі, шығарманың шиеленісі қайнағанның келуі, шығарманың шарықтау шегі пәтер иесімен ұрсысып қалуы, шығарманың шешімі пәтерден кетуі. Келесі тағы кім бітті? Басталуы жетім бұзушыда алдануы, байланысы барахолкада табылған үй, дамуы досының үйге келіп отыруы, төртіншісі үй иесінің ашуы мен қайнағанның келуі, бесіншісі түнімен үйге көшу, алтыншысы орынсыз талаптарға жауап. Тағы? Алматының алтайынан жетім бұзушыда жеті айналу. Шығарманың слушай, что тебе надо іс-әрекеті, оқиғаның байланысы өзара еркіндіктері, оқиғаның шарықтау шегі үйге келген қонақ, оқиғаның аяқтауы жандар арасында пәтер іздеу. Тағы кім оқиды? Басталуы пәтер іздеп жүруі, байланысы қиналуы, ұйғыр пәтер табуы, дамуы пәтерді сынау, шиеленісі ұйғыр пәтер озбырлық көрсетуі, шарықтау шегі қайнаға көзіші ұрыс, шешілуі үйден кету.